Армысың қазақ елі. Ар мен заң өзінің кезекті хабарын бастайды. Арын ардақтаған қазақтың заңы қалай сақталып жүр? Кешегі Талғар қаласындағы жасөспірімнің қазасы халықтың ашу-ызасын тудырды. Неге солай болды? Неге заң талаптары сақталмайды? Неге адамдарды әуре-сарсаңға салады? Неге мерзімдері уақытысында өтпейді? Тергеу дұрыс жүрмейді? Прокуратура қадағаламайды, сот дұрыс шешім қабылдамайды. Мен осы жайында баяндап кетейін. Іле болсын, Алматының төңірегіндегі Талғар қаласы болсын, Іле болсын, Қаскелең болсын, барлық Алматының іргесіндегі барлық аудандарда осындай келеңсіз жағдайлар орын алып жатады. Неліктен? Өйткені оның бәрі заңның талаптарын сақтамауындықтан. Оның бәрі немқұрайды қарағандықтан. Оның бәрі жең ұшынан жалғасқандықтан, жемқорлықтың көп болғандығынан. Сондықтан да бұның бәрін егер айта кететін болсақ, мен осындай істердің куәсіне, мынау заң саласында жүргеннен кейін осындай істерге көп куә боламыз. Осындай бір Талғар қаласында болған тағы бір қылмыстық істің қалай зерттелгендігі туралы, өзім көріп болған келеңсіз істері қалай болғаны, сол туралы айтып баяндап кетейін. Кеттік ендеше. Өзінде де түр жоқ ма? Кішкентай қызы отырған артында. Иші тағына студент қызы барына бодағанға ма? Башы шошып кетті. Мына ауыл тұрғындары бүгін тағы авария. Мұхит ағам лоқ кіріп отыр. Сұмдық болды ғой, бұл жиналсаңыздар. Бірдеңе істеу керек қой, басқа. Мұхит аға бар ғой өзіміздің дачадағы. Сол кісі қазір больницаға алып кетті бала шағасын. Мен Мұхаммед-Әлі Асқарұлы, ар мен заңның зерттеушісі. Осы бүгінгі хабарда заңның қалай сақталуы, адамдардың қандай әуре-сарсаңға түсуі, неге заң талабын сақтайтындар, құзырлы органдар соны сақтамайды, неге өрескел бұзады, осы жайлы айтпақпын. Мен өзім тікелей қатысқан Талғар ауданында болған тағы бір іс жөнінде айта кетейін. Бұл жай ғана мынау қылмыстық процессуалдық кодекстің талабына сай 2 айдың ішінде бітетін жай ғана іс. Ал енді жай ғана 2 айдың ішінде бітетін істің қанша уақытқа созылғандығы, адамдарды әуре-сарсаңға салғандығы туралы, Талғар ауданының құқық қорғау органдарының қалай жұмыс істегені туралы осы қылмыстық істің барысында айта кетеміз. Бұны айтатын болсақ, жай ғана жол көлік апаты болған, жол көлік апатынан адамдар зардап шеккен. Енді бұл істі заң талаптары бойынша өте қысқа мерзімде бітіруге болатын еді. Алайда осы істі біз кірісіп, біз соңына жеткізбейінше сондай бір волокитаға салынып, сондай бір әуре-сарсаңға салынып, аяғы сыйыр құйымшақтанып, тергеуші бір жақта, анықтаушы бір жақта, жәбірленуші бір жақта іс қағаздары дұрыс жүрмегендігі осы туралы айтып кетеміз. 2022 жылы 18 август күні Талғар ауданының Төңкеріс ауылының маңындағы Төңкеріс ауылынан шығатын жолда, тас жолда кетіп бара жатқан автокөлікте қосалқы жолдан шыққан автомашина келіп соғысып, сол жерде үлкен жол көлік апаты болады. Осыны қарап көріңіздер. Здесь была трагедия. Вот такой полка. Көп нашли. Өзінде де түр жоқ ма? Кішкентай қызы отырған артында. Иші тағына студент қызы барына бодағанға ма? Башы шошып кетті. Мына ауыл тұрғындары бүгін тағы авария. Мұхит ағам лоқ кіріп отыр. Сұмдық болды ғой, бұл жиналсаңыздар.
Бірдеңе істеу керек қой, масқара. Осы жол-көлік апатының салдарынан мынау негізі жолда кетіп бара жатқан автокөліктің иесі және сол автокөлікте отырған 8-7 адам әртүрлі жарақаттар алады. Оның ішінде автокөліктің жүргізушісі ауыр дене жарақатын алады. Осында қарап көріңіздер. Вот такая трагедия. Уже третья авария. Нормально ма? Алмасы жоқ па? Бас жарылған. Енді жол-көлік апатынан сол автокөліктің жүргізушісі ауыр дене жарақатын алады. Оның аяғы бірнеше жерден сынады, 5-6 қабырғасы сынады, басынан жарақат алады, ес-түсін білмей сол жерден оны ауруханаға алып кетеді. Ал автокөліктің ішінде болған тағы бір топ жасөспірім балалар және сол жүргізушінің жары жұбайы мұрны сынады, жасөспірім балалар жарақат алады, жұбайының мұрны сынады, қолы сынады, балалардың қолы сынады, басынан жарақат алады. Сол жерде оларды да басқа жедел жәрдем көлігі келіп, басқа балалар жататын ауруханаға алып кетеді. Осы жөнінде қарап көріңіздер. Енді бұл видеоны толық нұсқасын бере алмаймыз, өйткені бұл жерде жаңағы төгілген қан көрсетіледі, сонымен бірге жаңағы көруге қорқынышты нәрселер бар. Сондықтан толығын көрсете алмаймыз, бірақ қарап көріңіздер. Астынан жүгірген жонға. Оны қақпайын деп бір мәше тоқтады, артынан тағы бір мәше тоқтады. Енді осы жол-көлік оқиғасы бойынша 2022 жылы август айының 18-інде болған жол-көлік оқиғасы бойынша ешқандай тергеу амалдары дұрыс жүргізілмеген болады. Негізінен біз бұл іске бір жыл өткеннен кейін ғана 2023 жылдың ақпан айында кірістім. Өйткені жәбірленушінің жолдасы келіп, сол август айынан бері, тамыз айынан бері, 2022 тамыз айынан бері ешқандай тергеу амалдары жүрмеді. Менің арыздарымның бәрі жауапсыз қалды. Тергеу орындары әрекетсіздік жасады дегеннен кейін істі қолға алып тергеуді бастадық. Енді ең алдымен неден бастайды? Адвокат қорғаушы неден бастайды? Ең алдымен қылмыстық іспен танысумен бастайды. Қылмыстық іспен танысудың өзі бізге бір кедергіге тап болдық. Қылмыстық іс кімде екені белгісіз болды. Кім анықтап жатқаны белгісіз болды. Кім тексеріп жатқаны белгісіз болды. Ал ол іс тапқаннан кейін ол қылмыстың басы бар, аяғы жоқ болып шықты. Өйткені мынау заң талаптары бойынша сол жерде ауыр жарақат алған адамды жәбірленуші деп табу керек болатын. Ондай қаулы қабылданбаған. Ол жәбірленуші бірде-бірі сұралмаған. Оқиғаның қандай болғаны анықталмаған. Сонымен бірге сол автомашина тағы да салонда болған жарақат алған адамдарға, балаларға ешқандай сараптама тағайындалмаған. Әркім өзі отырып өзі қасып жүре берген ғой. Сондықтан да сондай қиындықтар болды. Енді соның бәрін жою үшін үлкен жұмыс істеуге тура келді. Ең алдыменен тергеушінің кім екенін анықтадық. Одан кейін еш рет прокурорға бардық. Одан кейін еш рет сол прокуратураның жаңағы тергеуді бақылайтын орынбасар замына бардық. Арыздар жаздық, өтініштер түсірдік.
Сонда да қылмыстық іс орнынан қозғалмады. Ары қарай не істегенімізді, қалай сол қылмыстық істі аяғына жеткізгеніміз туралы тағы да көресіздер болашақта.